Берік көлікке отырып тағы бір мәрте Назеркенің не сатып алуды өтінгенін есіне түсірді. Тізім ұзақ еді, бірнеше хабарлама арқылы жіберілген. Бірақ бұл маңызды емес. Әңгімені соңына дейін тыңдап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бастысы Назеркенің жағдайы жақсы болса екен. Берік ауладан шығып, ең үлкен супермаркетке қарай бағыт алды. Ол дүкенде адамдармен қысылып итерісіп өтуді ұнатпайтын, бірақ бала үшін бәріне де дайын еді. 2 апта бұрын ол Назеркемен ажырасуды ойлап жүрген. 3 жылдық қарым-қатынас, тұрақты жанжалдар оны қатты шаршатып, тіпті ұйқыда да селк ете беретін болған. Бір күні кешке тағы бір ұрыс-керістен кейін Назерке сатып алған сақина ұнамай қалып, есікті тарс жауып, құрбыларымен түнгі клубқа кеткен кезде Берік өзіне виски құйып, креслоға отырып, бәрін қайта ой елегінен өткізді. Олардың қалай танысқанын, Назеркенің қалай тез үйіне көшіп келгенін, жиі ұрысқан кездерін, бәрін есіне түсірді. Бірнеше рет ұсыныс жасағысы келгенімен, әр жолы ұрыстар мұрша бермейтін. Бүгін ол ойланып қалды. Мұның бәрі оған керек пе? Жасы 40-қа таяп қалды. Отбасы, бала сүйгісі келеді. Үйге келгенде ұрыс-керіс емес, махаббат пен жылу күткенін қалайды. Бөтелкенің жартысы таусылған кезде Берік өзіне шешім қабылдады. Назеркемен қоштасады. Рас, олардың ажырасуы оңай өтпейтінін білді, бірақ өмірінде бұдан да қиын кезеңдер болған, сондықтан бәрі жақсы боларына сенді. Назеркенің түнде қашып келгенін ол естімеді. Жатын бөлменің есігін іштен жауып алған еді. Таңертең басы сәл ауырып тұрды. Кешегі виски әсері. Душқа түсіп, ас үйге беттеді де, есіктің алдында таңданып тоқтап қалды. Ас үйден жаңа қайнатылған кофенің иісі шығып тұрды. Таңғаларлық. Соңғы үй қызметшісі олардың жанынан бір ай бұрын кетіп қалған еді. Ас үйде оны Назерке күтіп тұрды. Боянбаған, үй киімінде. Мұндай көріністі Берік бұрын соңды көрмеген. Сондай-ақ аң-таң болып тұр. Сәлем, демалдың ба? Кешегі күні мазаламай-ақ қояйын дедім, деді Назерке. Назерке, сен бірдеңе бүлдірдің бе? Деп сұрады ол. Жоқ, неге олай ойладың? Деп күлімсіреді қыз. Берік басын шайқады. Іштей, бұл жай емес деп ойлады. Тіпті осы сәтте ол бәрі қалай өзгеріп кеткенін түсіне алмады. Ол Назеркемен қоштасатынын айтқан кезде, Назерке өз кезегінде жүкті екенін айтты. Әрине, сол сәттен бастап оның барлық жоспары ұмыт болды. Оның ойында тек бір нәрсе қалды. Енді оның баласы болады. Ал сол баланың анасы Назерке болмақ. Демек, ол үшін Назерке енді қымбат жанға айналды. Бәлкім Беріктің сөздері Назеркеге ауыр тиген шығар. Келесі күні ол ауруханаға түсіп қалды. Берік өзін қатты кінәлады, өзін кешіре алмады. Оның білмегені еш ақталмайтын еді. Білуі керек еді, алдын ала сезуі керек еді. Берік аяғы ауыр Назеркені ренжітіп алғанына қатты өкінді. Ол дүкеннен сонша көп зат алғаны соншалық арбаны көлікке дейін әрең жеткізді. Тосын сый жасағысы келді. Назеркенің сүйікті тамағын тапсырыс берді. Аспаздық қалпақ сатып алды. Ол бөлмеге аспаз болып кірді де, Назеркені өзі тамақтандырамын деп шешті. Тек бір нәрсені ұмытып кетті. Оған қуырылған тағамды жеуге бола ма екен? Дегенмен жүктілік кезде әлі ерте, мүмкін ештеңе етпес. Кешке Назерке болашақ балаларының суретін көрсетті. Онда әлі адам кейпі де білінбейтін кішкентай құрт тәрізді нәрсе ғана көрінген еді. Оны ол дәрігердің қабылдауында алған. Бірақ Берік қатты тебіреніп жылап жіберді. Кеше-ақ өзі шешім қабылдады. Назерке ауруханадан шыққан соң, оған көптен бері армандаған көлігін сатып әперетін болды. Берік бос арбаны дүкенге қарай сүйреп бара жатып, қайыр тілеп жүрген кішкентай сыған қызды байқады. Көңіл күйі тамаша болатын. Ол қызға шоколад пен бірнеше тиын берді.
Қыз оған қарап бас изеді. Рахмет, Алла саған денсаулық пен ақыл берсін. Берік күлімсіреді. Мұндайды сығаннан алғаш рет естігені расында күлкілі еді. Бір қадам алға аттаған еді. Кенет қыз оған қарап: дұрыс ауруханаға бара жатқан жоқсың. Сен үшін ең қымбат нәрсе бұл ауруханада емес, деді. Берік жалт бұрылды, бірақ қыз орнында жоқ еді. Іші бір түрлі тынымсызданып кетті. Ол қайдан біледі аурухана жайлы деп ойлады. Біраз аялдап көліктің жанында тұрды да, өзіне келген сандырақтарға мән бермей Назеркеге қарай жүріп кетті. Өйткені оның қасында Назерке бар. Және аз ғана уақыттан кейін олардың баласы дүниеге келеді. Ол бәріне дайын болатын. Бұл ақылы аурухана болғаны жақсы еді. Мұнда ақша төлесең болды, барлығы мүмкін. Оны күткен дәрігер Берікке жылы жымиып қарады. Сіздің әйеліңізге жолыққаныңыз қандай жақсы болған, деді. Берік те жауап ретінде күлімсіреуге тырысты, бірақ күлкісі сәтсіз шықты. Ішкі түйсігі бір дәрігерді ұнатпады. Назерке оны ең үздік маман деп мақтағанымен, Берік оны көңілге жақын тұта алмады. Әйеліңізге келгеніңізді ескертіп жіберейік пе? Жоқ, қажеті жоқ. Тосынсый жасағым келеді, деді ол. Берік жаңа көліктің жарнамалық буклетін көрсетіп, оны сыйлық ретінде дайындап қойғанын білдірді. Бөлменің есігінің алдына сәл кідірді. Ойланып, әзіл қалжыңды сөздер дайындап алғысы келді. Себебі ауруханадағы өмір көңілді емес екенін білді, және Назеркенің көңілін көтергісі келді. Есіктің ашық екенін байқап, іштен дауыстар естілді. Назеркемен бірге оның құрбысы Оразкүл бар екен. Олар әңгімелесіп отырды. Назерке, сен мұның бәрін қалай ойлап таптың? Бұдан кейін енді не істейсің? Ештеңе болмайды. Бір ұрыс шығарып, бәрін түстік тастағаныма жаба саламын. Ал ол бірдеңені сезіп қойса ше? Оразкүл, қойшы өтінемін, ол түк түсінбейді. Анализдер шынайы. Қайдан алдың сонша нақты нәрсені? Ауруханада бір әйел бар. Менен сәл үлкенірек. Жүктіліктің басында күйеуі қайтыс болған. Олар өте кедей екен. Оған дәрі-дәрмек керек. Мен оған дәрі алып беремін, ол маған сол анализдерін береді. Мұның барлығын Мақсат ойлап тапқан. Мақсат? Ол кім? Менің дәрігерім ғой. Кейде онымен бірге болуға тура келеді. Бірақ жақсы өмір сүру үшін бәріне де барасың ғой. Жоқ, Назерке, мен Берікке ондайды істеуге қорқатын едім. Сен ойлап көрші, егер біліп қойса, не болады? Ештеңе болмайды. Өйткені ол ештеңе де білмейді. Сен де айтпайсың, дәрігер де үндемейді. Ал басқа ешкім білмейді. Тек анау бейшара әйел ғана. Сондықтан уайымдама. 2 айдай тағы шыдасам, сосын соңғы кезеңге көшемін, деді Назерке жайбарақат. Берік есеңгіреп тұрып қалды. Бұл мүмкін емес. Мұндайды қалай істеуге болады? Қолын есікке созды, бірақ тоқтады. Ол ақырын ғана қалтасынан көлік буклетін алып, дәліз бойына дәрігердің кабинеті жаққа беттеді. Кабинетте Мақсат Жанболатұлы үстелге аяғын қойып, телефонмен сөйлесіп отыр екен. Беріктің түрін көрген бойда телефонын түсіріп алды. Орындықтан атып тұрды, бірақ қашып үлгермеді. Берік оны жағасынан ұстап, қабырғаға салып жіберді. Сол әйел жатқан аурухананың мекен-жайын айт. Маған оның шынайы деректері керек. 1 минут уақытың бар, деді. Берік дәрігерді босатты. Мақсат Жанболатұлы жерге сылқ етіп құлады, бірақ тез орнынан тұрды. Қалтырап тұрған қолмен бір папканы тауып алып, Берікке ұсынды. Берік папканы ашып, ішінде қағаздар, анализдер, сондай-ақ әлгі әйелдің ешкімге ештеңе айтпайтыны туралы қолхат бар екен. Ол қолхатта әйелдің ақша алатыны және қажет болса өтеуі тиіс соммада көрсетілген еді. Бұл не масқара? Деді Берік қолхатты Мақсатқа көрсетіп. Бұл мен емес, бұл Назеркенің идеясы, деп күмілжіді дәрігер. Сол сәтте Берік Назеркенің бұрын айтқан сөздерін есіне алды. Кейде онымен бірге болуға тура келеді, деген сөзін. Сен бұл ауруханада да, осы қалада да қалмауың керек, деді Берік. Маған бәрібір қалай істейсің, бірақ егер ертең осында жүрсең, өз обалың өзіңе. Бұны Назеркеге де жеткіз. Берік бұрылып кабинетті тастап шықты. Өзі жақсы білді, қазір қалса, бәрі қайғылы аяқталуы мүмкін еді.
оны ол жақсы біледі. Біраз уақыт көлікте үнсіз отырды. Сосын ақырын папканы ашты. Міне сол сурет. Ол сонша сағынып саусақтарымен сипап қарап жүрген болашақ баласының суреті еді. Ол сол бір қағаз парағын ұсақ түйегіне шейін жаттап алған еді. Өйткені шын көңілімен сол баланы өзінің перзенті деп сенген. Ал қазір одан сол бақытты тартып алды. Оны әкеліктен айырды. Анығын айтқанда, ол бұл құжаттарды не үшін жинағанын өзі де білмеді. Тіпті әлгі әйелге барудың да мәні түсініксіз еді. Ол бөтен таныс емес адам ғой. Берік парақтарды ақтарып отырып ақыры тапты. Иманова Назерке, 26 жаста, жесір. 3 ай бұрын күйеуі жұмбақ жағдайда қаза тапқан. Баласын да жоғалтып ала жаздаған. Бірақ қажетті дәрі-дәрмектердің арқасында аман қалған. Ол дәрілерді Назира сатып алып берген екен. Қызық, екеуінің де аты бірдей екен ғой. Берік ойланып қалды. Егер Назерке енді оған дәрі-дәрмек әкелмесе, баланың өміріне қауіп төнуі мүмкін еді. Жоқ, бұған жол беруге болмайды. Берік көлігін оталдырып, тегін ауруханаға бет алды. Бәрі басқаша еді. Қабырғалары қираған, едендері сықырлайды. Дегенмен дәрігерлер мұнда жылдам қимылдайды. Тіпті жүгіріп жүргендері де бар. Берік қағаздан қарап іздеді. Оспанов Дастан. Жолда келе жатқан медбикені әрең тоқтатып сұрады. Кешіріңіз, Оспанов Daстанды қайдан табамын? Қыз оған бір сәт түсінбей қарады. Содан соң жымиып. Ол үнемі қозғалыста, кабинеттен таппайсыз. Әдетте палаталарды аралап жүреді. Мен оны танымаймын. Ештеңе етпейді, ол ең бойшаң дәрігер. Қапысыз табасыз деп қыз асығыс кете барды. Берік дәліз бойымен жүгіріп кетті. Я, айырмашылық анық еді. Жекеменшік клиникада оған кофе ұсынар еді, ал дәрігерлері өздері іздеп табар еді. 5 минут өткен соң ол бойшаң бір адамды көрді. Оспанов Дастан. Я, сізге не қажет? Мен Назерке Иманова туралы сөйлескім келеді. Иманова дейсіз бе? Жарайды, жүріңіз. Сіз оған кім боласыз? Берік қолын абайлап сілтеді. Доктор басын изеді. Назерке күйеуінен айырылды. Бала көтергенде жағдайы ауыр болды, деді дәрігер. Оның күйеуі шындық үшін күрескен адам еді, сондықтан тұрақты жұмыс таба алмады. Қай жерге жұмыс істесе де, соңында қиындыққа тап болатын. Соңғы жұмыс орнында да жазатайым оқиға болды. Ол ресми түрде тіркелмеген еді. Сол себепті жұмыс беруші жауапкершіліктен бас тартты. Бала аман қалды, бірақ оған ерекше дәрігер керек болды. Ал қаржы жағы өте нашар еді. Күйеуінен айырылып, азап шегіп жүрген әйел үшін бұл оңай емес. Абырой болғанда бір құрбысы табылып, көмектескен. Құрбысы, иә. Кешіріңіз, Назеркемен сөйлесуге бола ма? Әрине, меніңше, оның көп адаммен сөйлескені жақсы. Өйткені оған көршісі, ападан басқа ешкім келмейді. Әрине, басқа ешкім жоқ шығар. Берік қатты қобалжыды. Ол мүлде бейтаныс адамға келе жатыр. Не айту керек білмейді. Не сұрау керек, оны да білмейді. Иә, бұл Назерке оны алдауға көмектескен. Бірақ ол өзінің баласын құтқарды. Бұл бәрін ақтайтын еді. Қолына кітап ұстаған Назерке терезе алдында үнсіз отырды. Есіктің ашылғанын да естімеген. Берік тоқтап қалды. Ол керемет сұлу еді. Терезеден түскен күн сәулесі оның бейнесін алтын нұрға бөлегендей. Ол біраз уақыт үнсіз қарап тұрды. Сосын ақырын есік қағып қойды. Назерке басын көтеріп көз тастады. Берік түсінді. Жай ғана бұрылып кету енді мүмкін емес. Бұл көздер емес, бұл жылы әрі терең тұңғиық еді. Сәлеметсіз бе, Назерке? Мен сізбен сөйлескім келеді. Мен сіздің анализдеріңізді пайдаланған Назеркенің күйеуімін. Назерке сабырлы түрде бас изеді. Кіріңіз. Кешіріңіз мені, бірақ мен бәрібір басқаша істей алмас едім. Маған дәрі-дәрмек ауадай қажет болды. Енді меніңше дәрілер жайында ұмытуға тура келеді, деді ол қорыққан көзбен. Уайымдамаңыз, сізге барлық қажет дәрі-дәрмектер жеткізіледі. Берік үнсіз тұрды. Ол бұл баланы өз баласы ретінде қабылдап қойған еді. Сондықтан көмек қолын созбай тұра алмады. Уақыт өте келе олар бір-біріне үйреніп кетті. Берік барлық анализ нәтижелерін білді. Не жеу керек екенін де бақылады. Ал Назерке күліп, Берік, мені де баланы да тым еркелетіп жібердің. Кейін не істейміз деп әзілдейтін. Берік күлімсіреп жауап қататын.
Айтуға тілім бармайды, бірақ ішімде үміт ұшқыны лапылдап тұратын. Бір күні таңертең Назерке қоңырау шалды. Берік, 2 сағаттан соң УЗИ болады, бала жынысын айтады. Сосын дәрігер уақытша үйге қайтуға рұқсат берді. Келгін келеме? Беріктің тамағына бір нәрсе тығылып қалғандай болды. Әрине келемін, қазір барамын. Өз-өзін алдауды қоя алмады. Ол баланы өзінше баласы деп сезінді. УЗИ кезінде сізде қыз бала болады, деді дәрігер күлімсіреп. Міне әкесі, қараңыз, сізге қолын бұлғап жатыр, деп әзілдеді. Назерке Берікке көз тастады. Оның көздері жасқа толып қалған екен. Бейшара кішкентай ғана тіршілік иесі. Берік Назеркені үйіне жеткізді. Үй ескі еді. Жөндеу жұмыстары сұранып тұр. Ішке кірген соң таңырқады. Мұнда қалай тұрасың? Назерке күрсінді. Үйренгенмін. Күйеуімнің басы әрдайым басқа істермен бос болмады. Ол тек шындық іздеумен жүретін. Берік оның қолынан ұстап сыртқа шықты. Жүр, менің үйіме барайық. Мұнда сен де бала да тұра алмайсың. Назерке қолын жұмсақ босатып алды. Берік, сен тым әуестеніп кеткен жоқсың ба? Берік ауыр күрсінді. Мен сенің не ойлайтыныңды түсінемін, бірақ мен үшін бұл баяғыда ойын болудан қалған. Қалай дұрыс жеткізерімді білмеймін, бірақ мен сені өзімнің шынайы әйелім еткім келеді. Ал қызың менің де туған қызым болсын. Тек сендердің қастарыңда ғана мен өзімді бақытты сезінемін, шынайы бақытты. Назерке көз жасын тыя алмады. Беріктің иығына басын қойып, бақыттан жылай берді. Ал бір айдан кейін олардың тамаша тойлары жайлы жазбаған адам қалмады. Құрметті оқырмандар, осы оқиғаны соңына дейін тыңдағандарыңызға мың алғыс. Егер де әңгіме ұнаса, қолдау ретінде лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырсаңыздар болады.